Сәлем достар. Бәріне сәлем, біз бүгін сіздермен бургерлерді салыстырамыз. Менің атым Меруерт, бұл менің досым. Мейірім. Бүгін бізде Та-да-да-да-да-да. Осындай әп-әдемі қорапта бургерлер келді. Макдональдс және де Саламбро. Қайсысын бірінші ашамыз? Бірінші Макдональдсты көрейік. Өйткені Кстати, ең бірінші доставка бойынша Макдональдс бір 20 минутта келген шығар. 40 минут. 40 минуттан көп, 50 минутта екен. 50 минут болды ма? Жарайды, ашып көрейік. Көрейік. Макдональдс деген негізі маған өте қатты ұнайды, өйткені барлықтарың киноны көрген шығарсыңдар. Қайсы кино? Кеше ғана көрдім. Қандай кино? Бүгін осындай бургерді жеп жатырмын. Мынау кішкентай бургер, қарап көріңіздер. Мынау Әлделерге арналған. қызым сияқты, кішкентай. Рас өте кішкентай екен. Я думала, ты скажешь, мен сияқты, ну ладно. Менің қызым бар ғой. Енді мынаны көрсетеміз. Қараңыздар, сыртыңғы көрінісі жаман емес, я? Орташа, біраз үлкен, осы гамбургерден. Келесі позициямыз Royal деген бұл не нәрсе? Бургер ма? Бургер шығар. А неге осы бургерлер осындай қорапта, а осы бургер картон қорапта? Дискриминация, бұл дискриминация. Бургердің дискриминация, феминизм деген осыдан басталады ғой, достар. Не болып кетті өзі, а? Мына картоп фри. О, картоп Фри фри. картопына қарайық. Түрінен көрініп тұр, өліп қалған. Өліп қалған. Неге солай айтасың? Тамаққа өлу деген айтуға болмайды. Бұл адам еңбек салған, махаббатпен жасалған. Видеографқа оған сақал қос қойыңыздар, бір ата сияқты бір. Енді руым қанжығалы. Бұл тауық, chicken McNuggets. О, Қорабын қарастырып көрейік. қорабы өте әдемі, иә? Түрлі түсті, неше түрлі Саған бәрі әдемі, иә? Енді мен өзім әдемі адамға әдемі тамақ келеді, иә. Big Mac, ең әйгілі Big Mac. Қорабы, оның да қорабы әдемі де. Әдемі, қараңызшы. Осы, бірақ жарнама болмасында тек қана осы түсін айт маған. Қазір біз достар Саламброны ашып көреміз. Көреміз. Айта кетейін, курьерлер осы заказды өте Кеш әкелді. Бір сағаттан кем болды. Жұрт қират. Өлті. Қират. Сыңдыр. Жоқ қойын. Білесің ба? Өте варварлық метод. Ешқашанда қолданбаңыз. Макдональдсте салфетка болған жоқ. Мына жерде қарасақ қаншама салфетка бар. Осылай ма? Bitch, better have my money. Ашып көрейік. Так, көрейік. Бір минусы ешқандай жазу жоқ. Мына жерде мысалы гамбургер деп жазылып тұр, Big Mac. Түсініксіз ішінде не бар, қандай бургер бар. Иә, дұрыс айтасың. Тек қана осындай маркермен жазылған нәрсе бар, бірақ Не жазылып тұр? S па? S көрсетейік. S деген бұл. Қарап көріңіздер. S деп тұр, бірақ түсініксіз. Доллар ма? Осы жерде мысалы екі осындай Ақ кеткен бургер бар. Мынау қалай айтады? Полоска, екі полоска бар. Екі полоска бар екен. Это опасно, Иә. достар. Екі полоска өте опасно. Осындай 3 соус бар. Сырный, барбекю, кетчуп. Бірақ мен барбекю онша жақсы көрмеймін. Маған барбекю ұнайды. Ұнай ма? Енді онда сен жейсің барбекюны. Мен жеймін барбекю. Бірақ мен барлықтарын жеймін. Картошка фри өте жақсы көрініп тұр, қараш. Өліп қалған емес. Өліп қалды ғой. Кім өліп қалды? Майлы, Майлы, тірі, картошка фри. Жарайды, осы өшеге қояқ. Мынау бізде не нәрсе? Қалай ойлайсың? Менің ойымша наггетсы. Наггетсы. Мынандай қорапта бір түрлі жазу бар, М6. Бір самолет немесе танктың маркасы сияқты. Надеюсь, ішінде истребитель емес. Енді қайсы бургерден бастаймыз? Big Mac'тан бастайық, я? Big Mac'тан бастайық. Big Mac бізде... Бірақ бұл жерде түсінсен бұйырмасын шоуы, ішінде не бар? Енді біз осындай дедовский метод деген бар ғой. Аша саламыз. Қарап, аша салайық та көрейік. Мынау өте үлкен сияқты. Мынау да үлкен. Мынау да үлкен. Енді салмақпен көрейік, я? Қараңдаршы, мынаның күнжуты қандай әдемі. Мен түсіндім. Мынау өте салмақты, сондықтан мынау спать бургер деген сияқты. Тік-тік спать. О, мынау қаран, қандай үлкен екен, иә? Қазір көрсете кетейін.
өте салмақты, өте әдемі, және Әдемі де де ішіндегі котлетасы жақсы қуылған. Бізде Менің мынандай ойымша. күшті тақтайша, және де пышақ бұл бар. бізге Және де біз бургерлердің салмағын көреміз, өйткені біз заказ тапсырыс берген кезде бургердің салмағы жазылып тұрады. Сондықтан да біз Саламброның бургерін өлшеп көрейік. таза салмақ болады, иә? Тек қана осындай жеңіл қорабымен өлшеп етейік. Ал қанша шықты екен? 349 грамм. 349 грамм. Бұл спаль бургер деген ең үлкен фирменный бургер. Саламбродағы қазіргі әйгілі бургердің бірісі. Так, ал енді көрейік. Іші осындай өте еті көп сияқты, қызылша түсті болып шықты. Бірақ котлетасы сәл біраз піспеген сияқты. Піспеген бі? Неге от Піспеген, я қарап көріңдер, қызыл іші болып тұр? қызарып тұр. Я. Бисмилля деп. Қалай екен? Әлі шеденген жоқ, өйткені ортаға жеткен жоқпын. Бірақ дәмі жақсы екен. Өте дәмді. Өте Керемет. дәмді. Өте нәрлі, шырыны бар. Наны қатты, соусы қатты сіңген нан ішіне, еті де сіңген, майы маған қатты ұнайды. 9 ұпай берем. Осы Неге? қызыл ет кішкене қорқынышты. Бірақ менің ойымша 10 балл, өйткені дәмі персик. Персик. Енді Биг Макты көрейік, Өте я? дәмді. Иә. Салфетканың үстіне қойып өлшеп көрейік, я? Көрейік. Сіз Бірақ ол жағынан негізгі енді сырт көрінісі өте әдемі. Қарап көріңіздер, булочкасы жылтырап тұр. Біздің бургеріміз 225 грамм. Қанша? 75 граммға төмен төмен, я. кем болады. Жарайды, оны кесіп көрейік. Бірақ Ал, ішінде мен көрейінші. сен кесіп көр, жарайды. Мен ешқашан осындай процессті жасаған жоқпын. Бірінші рет менің дебютым. Көрейік. Бургер. Шыда. Өлтірдің сен бургер. Өлтірдім. Аштым. Операция жасадым. Ал енді ішінде сырный соус көп сияқты. Міне. Рас Сырный соусы соус көп. көп сияқты. Сырты өте әдемі. Жеп көр. Біраз шашылады екен. Мен жеп көрем бірінші. Ал көрейік. Қалай? Саған? Маған біріншіден несі ұнады? Халапеньо сияқты. Менде ащы емес. Менде жоқ Жоқ, қатты халапеньо. ащы емес, бірақ бір несі бар андай. Дәмі өте ерекшелігі бар сияқты. Мен Әлі ойымша түсінбей кеттім. обычный бургер, достар. Ешқандай бір супер экстра дәмі жоқ. Сондықтан да мен 7 ұпай қоямын. 7. 6 балл қойсақ болады. Жоқ, бірақ мен 8 балл қоям, өйткені осы бургер 8. кішкентай болса да өте өзінің бағасына да сай сияқты деп ойлаймын. Сен бағасын білесің ба? Бағасын білмеймін, бірақ сыртына қараған кезде, қараш, енді үлкен емес қой. Бірақ қатты ойымша, қарын ашпаса, Нан көп. Нан наны мүлдем көп, көп. бұл өте жақсы. И котлетаның дәмі. Маған жақсы емес. Саған жақсы емес. Енді біздің пікіріміз басқаша, әртүрлі, ешқандай Жарайды. не жоқ, иә? Мұнда біз келесі Royal Burger. Royal Burger. Оның өлшемін көрейік. 81 грамм. Мен сияқты арық қыздарға арналған бургер. 181? Я, 181. Біз оны қандай бургермен салыстырамыз? Біз оны Саламбродағы екінші салмағы сәл кішірек болды ғой. Сонымен Сәл кішірек. қарап көрсеңіз болады. Мынау қандай үлкен, мынау қандай кішкентай. Бірінші мынаны кесейік, я? Кім кеседі? Мен кесем. Сен кесе бер. Матриарха. Кішкентайларға кішкентай бургер, достар. Кішкентай емеспін. Ал. Саған жол беремін. Ой, рахмет. Ешқандай спейтін котлета жоқ. Түп-түзу, капуста шықпайды, ішінде ет, лук және де ірімшік бар, я? Бірақ сен өзіне үлкен кусогын алдың. Алсамыз әкер, алсайық. Алсайықшы. Ой, рахмет сыйлаған. Көп рахмет. Көрейік. Нәрлі емес, мүлдем. Суп-сухой. Суп-сухой. Өте құрғақ. Неге сонда істеген? Мен басқа жемеймін болып. Иә. 3. 0. Дәмді, бірақ құрғақ. 0, мен 0 қоям, 0. 0 на турецком, 0. Енді әдемілігіне Енді түрі қарасам, әдемі, я.
Базар Үш жоқ, қағаз базар жоқ, қоямын. әдемі. Біздің келесі позициямыз, біздің Макдональдстағы картошкамыз. Біздікі міне саламбро. Жай ғана әзіл. Иә, әзіл. Шын айтсақ, өте майлы. Түсі де сары, иә? Өте Әдемі болып тұр бірақ. Әдемі болып тұр. Сымбатты. 74 грамм. 74 грамм. Иә. Мынау қанша болады? Қандай соуспен жейміз? Сырный, Томатный кетчуп. кисло-сладкий. Барбекю бар болса, мен барбекю алайын. Сен барбекю ал, иә. Барбекю бар екен, мінекей. Мен сырныймен жеймін. Бірақ бірінші Макдональдстың картошкасын көрейік, иә екеуміз? Көрейік. Сырныймен. Айтсаңыз болды. Бірақ айтып кетейік, Макдональдста бір 7-8 түрі бар соустың. Ал Саламброда бір 2-3 шығар, иә? Саламброда мне сырный соус шықты. Жай ғана кетчуп шықты. Бірақ білесің ба, біз таңдаған кезде 7 немесе 8 соус бар еді таңдайтын ішінде. Жарайды, біз картошканы дам көрейік. Олай да болады. Үшінші соус барбекю деген. Так, мынау сынған. Мынау да бір минусқа жата ма, жатпай ма? Қалай ойлайсың? Сен сындырған шығарсың, өтірік айт. Жоқ, мен сындырған. Жарайды. Кеуіп кеткен. Кеуіп кеткен, иә? Соус дәмді. Фриға бір 2 ұпай қоям. Вообще жарамайды, иә? Ешнәрсеге жарамайды, жарайды. Ішін көрсетейін қазір біздің оператор досымызға. Ішінде бір жіп бар сияқты. Кеуіп кеткен жіп, иә? Жіптен жасалған. Иә, жарайды, бізге ол жарамайды. Біз Жоқ, енді... Макдональдс, сізге рахмет. Саламброныкі 90 грамм деп тұр. 90 Анау грамм. 72 еді. Көбірек. Мынау үлкен, көбірек. Мен тағы бір соус ашам, жарай ма? Аша ғой. Кисло-сладкий. Тағы да бір сынық. Неге маған осындай кездесе береді, айтшы? Это судьба, брат. Это судьба. Соустың дәмін көрсек қалай болады? Если анау құрғақ болса, мынау бұлжырап кеткен. А мен соуссыз көрейін бірінші. Бұлжырап кеткен. Моп деп. Тура осындай дыбыспен мен де айта кетейін. Бұлжырап кеткен, Картоптың иә? дәмі қатты естіледі, иә? Андай картоп емес. Жай Просто ғана картопты табан үстіне пісірген сияқты. Фриға ұқсамайды бұл. я мүлдем қарасаңшы, қытырлағы емес, Өте мүлдем. жұмсақ, қытырлағы жетпейді. Болмайды бізге бұндай. Саламбро, кешіре көр, біз саған 1 ұпай қоямыз. Салам алейкум дейміз. Алейкум ассалам деп. Енді бізде 2 бургер қалды. Олар гамбургер және гамбургер. Ну нахер. Один. Мен түсінбедім. Мынау екеуі өте кішкентай. Неге гамбургер және гамбургер? Біреуі чизбургер деп ойлаймын. Оны ашпасақ. Мына жерінде сыр бар, ірімшік. Осы чизбургер шығар, иә? Иә. Біз оны чизбургермен салыстырамыз. Ескеп көр. Иісі күшті, иә? Иісі өте Содан бастайық, иә ұнады, біз? қатты маған. Траттада 500 грамм деп тұр. 500 грамм? Қалай? Я Бұл ауыр. сонда жарты килограммның салмағы ғой. Кетеміз. Кеттік. Ал. Кеттік, бәрін таста деп. Уф. Не деген иіс, достар. Қазір үміттенемін. Менің ойымша, мына бургер ең дәмді болады деп ойлаймын. Көрсетейін ба? Қазір енді Камераға. тексерейік соны, иә. Не деген мынау иіс. Кесілген кезде де өте әдемі шықты. Я, анау бағанағы бургер сияқты, иә? Иә, ешқандай. Ішінде котлета, колбаса, сыр бар, иә? Иә, чизбургер. Иә. Мен түсінген жоқпын әлі. Дәмін. Котлетасы құрғақ, иә? Майлы емес. Бірақ дәмі жақсы. Негізінде дәмі жақсы. Мен ойымша 8 ұпай. 8. Çok өте құрғақ, иә? Қиын болып кетті жеуге. Кейбір кезде даже андай қатты болып. Бұл болмайды екен бізге, бұл да болмайды. Негізі балалар осы өнімді жей алмайды. Я, баларға Сізге де зиян болады. келмейді вообще баларға. Еті тістің ішіне қалып қойды, да? Мына жерде удалить деп тұр. Удалить етеміз. Ал, Ашайын ба? бастайық. Аша көр. Сен аш. Салмағын көрейік, иә біз? Бірінші салмағын көрейік. 113. Кішкентай. 113. Әлди гамбургер, иә? Әлди, әліп Ақбөпе деген бұл гамбургеріміз бар арасымызда. Кесеміз ба? Мынаны кесу да қажеті жоқ деп ойлаймын, иә? Бірақ Өте- енді екеуміз дәмін татимыз, онда мен кесе Бірақ етейін. булочкасы әдемі екен. Міне. Өте әдемі. Түрі жылтырап тұр мына жері, әдемі енді. Жабысып қалған булочкаға ұқсайды.
иә Былай котлетасын бассам өте суық болып кетті, иә, енді уақыт өтті. кесені жарайды. Бұл да аккуратный, жабысып қалған бір-біріне. Қыздарда мини-юбка деген бар ғой. Осындай гамбургер. Мини-бургер, өте мини. Ас болсын. Оңды. Бірақ бұның дәмі күшті, иә? Бірінші кетчуптың дәмін сездім. Ары қарай еттің дәмі. Біреу-ақ бар екен, огурцы біреу-ақ. Ашып көрсін. Жоқ, бауырдарым. Біз мыңбыз. Қараңыз. Енді бәрін түсінікті. Кетчуп көп. Сыр аз, котлета жіңішке. Котлета жіңішке. Мини. Наны да көп емес екен. Мини десе осы нағыз Осы мини. нағыз мини. Бірақ дәмді, иә? Бірақ дәмді. Мен 10 5 ұпай қоям. берсем, Мен 10 қоям. мен 10. 5 берем. Енді біздің ең соң позициямыз, бірақ соң емес, әлі chicken nuggets бар бізде, McChicken. Ол әшейін гамбургер. Ең кішкентай Альди бургер 2 десеш? балапан бургер дейді ғой қазағымыз. 95 грамм. 95 грамм, иә, өте кішкентай. Мен ойлап тұрмын да, неге Макдональдс өте кішкентай бургер жасайды екен? Ана екеуі де кішкентай еді, иә? Ең бірінші Екеуі де екеуі. кішкентай, Саламброда үлкенірек болды, өте үлкен. Бұл да жабысып қалған еще. Жабысы, бірақ бұның нәрлі... Түк жоқ қой ішінде? Мен бірінші дәмін Бірден нан, ескеймін да. нан, котлета және нан. Күріш, это күріш? Қараңыз, мұнда қияр бар, тұздалған қияр менде және жоқ. ет. Менде бар. Өйткені бір қияр ғана болды. Маған... Бір қияр. Аяп тастаған ғой, қияр. Аяп тастаған. Аяп тастаған. Ал енді көрейік. Мен соусқа батырам. Батырып көріп осылай жақсы. Қиярмен көрейін. Қиярмен өте дәмді, рас айтсам. Бірақ қияры көп емес. Соус құтқарған жоқ. Мүлдем. Қиярға 4 ұпай берем. Бургерге 2 Бізге ұпай. ортақ бал беру керек, ұпай. Ортақ бал 6 болсын енді. Біраз Макдональдсқа кішкене бал берсек. Өте жаман. Мынандай бейшара бургерді. Ең соңғы бургерді ұмытпайық. Көрейік. Қараңыз, нан төбесі өте үлкен, ал асты біраз кішкентай сияқты, иә? Бірақ ешқандай жамандылығы жоқ. Бірақ мейірім осы бургерді ең басынан жегісі келген, иә? Иә. Қазір көреміз. Көрсетек түрін. Иіс күшті, иә? Бірақ искеп көрш, қатты искеген кезде біраз уксустың несі шығады. Уксустың несі шығады, яғандай қышқыл бір нәрсе, иә? Мен ойымша, денсаулыққа зиян болмай ма? Қалай ойлайсың? Зиян болатын сияқты. Сен енді врачқа оқыған кісі білу керек шығарсың. Уксус, иә, қышқылдықты көтереді асқазандағы. Сондықтан достар 233. 233 бұл рекорд па? Рекорд емес, ең үлкені 500 грамм болды, иә? 500 грамм. Енді сен кесма, сенің очередің Мен келді. кесейін. Біздің қасиетті пышағымызбен көрейік қалай болады екен. Біреуді өлтіргім келген сияқты бүйтіп көрсеттің ғой камераға. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Бургер жеген бүгін бізде өте жақсы күн болды, иә? Бірақ білесіз ба, маған не ұнаған жоқ? Мына жердің бортиктары жоқ. Бортиктары мүлдем әшейін бір нанды кесіп қоя салған сияқты үстіне астына құлап жатыр. Бірақ ішінде тұздығы көп сияқты, котлетасы бәрі бар ішінде, иә? Қызанақ бәрі бар. Дәл айттың. Өте дәмді. Прям бір дәмі. Соусы, тұздығы бәрі бар, бірақ қазір келді дәмі тамағыма уксустың дәмі шығып тұр. Ең соңында, иә? Уксустың дәмі бар. Жаңа ғана Нормально болды да? Нормально, а потом жаман. Иә, және еттің арасында біраз андай кішкентай сіңір сияқты маған келді. Болды. Сондықтан мен осы бургерге 8 ұпай қойсам болады. Мен 7 ұпай қоям, өйткені сен айтқандай уксус зиянды. Это как адамның сырт көрінісі әдемі болып тұрады, бір әдемі қыз инстаграмда, бірақ іші тамам болып тұрады. Сол сияқты істейсің, дәмі керемет, бірақ содан кейін тамағыңа қышқыл уксус дәмі келеді, и ты такая дейсің болды. Сондықтан құрметті саламбролықтар, ол жағынан ойластырыңыз. Иә. Енді бізде менің ең жақсы көретін тамағым наггетсы деген
Мен солай ойладым, қазір талай. Дәмін көрмей тұрып мен сіздерге айтайын, Макдональдстағы чикен макнаггетс ең күшті. Ең күшті. Оны соус 1000 островпен жесеңіз, вообще күшті болады. Сенікі әдемілеу екен, менікінен гөрі. Қараңыз. Осылай көрсетсек болады. Аз екен я ішінде? Біріншіден аз, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5, 6 наггетс. Мына жерде де 6 бірақ. Иә, бірақ мынау әдемі көрінеді, өйткені қорабы өте кішкентай. А мында қараңыз, қорабы өте үлкен, бірақ несі бар, иә? Короче, аз ішінде, Аз, иә. Неге осындай үлкен қорап істеген? Көрсетек, иә? Түсінбей кетті. 112 грамм. 114, бірақ плюс-минус қорабы 2 грамм. Бірдей, иә? Бірдей сияқты? Жарайды. Мен қазір соус 1000 островты ашайын. Так, Сен бізде менің қазір қандай соус бар? Осы ашылмаған томатный кетчуп. Енді стандартный кетчуп. Бәріміз оны білеміз, танымал кетчуп. Бірақ мен саған лучше 1000 островпен жегенді көрсетейін саған. Көрейік. Батырасын. Тоқта, сен мынаны же бірінші. Бірінші мынадан Салыстырып көресің, иә. Бүйтіп батырасын да. Жейсің ба? Қалай әдемі болып шықты. Рахмет. Қасы жоқ. Ала ғой. Қараңызшы. Бұлай иә? қарасам да өте әдемі. Пішіні әдемі. Пішінаға ұқсайды. Бірақ пішіна емес. Тауық. Тауық. Мен мұны еда богов деп айтам. Еда богов. Керемет. Ғажайып. 1000 островов деген соусты мақта кетейін. 100 ұпай қоям. Уверенно қоям да. Және еті өте дәмді, өте жақсы, маған қатты ұнады. Суып қасады дәмді. Иә. Балықтың... Жоқ, балық емес, иә? Тауық. Мен қазір бұны жесем тоқтай алмай қалам. Маған да қатты ұнады. Енді менікін көрейік, иә? Жарайды, сен күн көрейік. Ал мен саған да бір қайсысын таңдайсың? Кетчап. Қандай соусты берейін? Кетчап. Стандарттық кетчап. Қарсы қандай жіңішке. Өте жіңішке. Ет даяп ұстаған көрсетейік. Иә. 100 теңге сияқты. Дизайны да әдемі емес. Қараңыз, жай ғана осылай илеп-илеп жасаған сияқты. Ешқандай формасы жоқ. Қисық, иә? Иә, сара қисық деген осыны айту керек. Мына жерде барлығы аккуратный, теп-тегіс. Мынау өте жұмсақ, өте фигурасы да әдемі екен. А мынау? Мынау қаттылау, мынау жұмсақ. Өте жаман. Құрғақ. Ет тәтті емес, приправасы ештеңкесі жоқ. Салам бро, жаман дейсің бе? Өте жаман. Мынау өте дәмді, өте жақсы. Мен қазір жылаймын. Мынау өте дәмді, менің ойымша. Бұл Макдональдстың наггетстары. Өте жақсы, маған ұнады. Мен тамағымдан өтпей қалды даже. Мен 2 балл қоям. Соншама жаман болса енді көрейік. көр. Моп. Соус қандай күшті. Бірақ. Сәл сухариктің дәмі ұқсайды, бірақ дәмі... Тауықтың иісі даже жоқ, бір өтірік тауық сияқты, иә, бір бройлер тауықтан жасалған сияқты. Иә, сондай сияқты, ешқандай искусственный условияда өсірілген тауықтардан жасалған сияқты. Мен ойымша осы тамақты жеуге өте зиян болады. Тұрып қалады асқазаны мына жерде. Бағасы 1. 10 ұпайдан 1 балл қоямын. Мен лучше мынаны жеп өзімнің қайғымды дұрыстап аламын. Ең соңғы, иә? Иә. Бөлісей ба? Менде бар осы қалған нәрсе. Соны же. Мына керемет. Олай болса, Дейік. жеп көрейік. Соусы қандай әдемі. Мынау соустың аты кисло-сладкий деген. Передай привет, бір нәрсе. Чё-то там. Передай привет, не там, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все. Есімде бар. Наггетста 10 ұпай қоям. Мен наггетске 10 ұпай қоям. Саламброның наггетсіне 2 балл қоям. Өйткені өте жаман. Жаман. Ал достар, енді бағамызды қояйық. Макдональдс бізде бүгін жеңімпаз деп аталады деп ойлаймын. Өйткені олардың бургерлері орташа жақсы, және де наггетстері өте дәмді. Персик. Конфетка деген айтады ғой, персик. Сол үшін біз бүгін Макдональдсты жеңімпаз деп атаймыз. Иә, Макдональдс бүгін жеңді. Достар, Макдональдсты жеңіз.